Сәлем, ұйқан шайымдары, ас үйдің патшайымдары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге көріп тамашалағандарыңыз үшін үлкен алғыс айтамын. Бүгін сіздерге алма қосылған сүзбе пирогын ұсынбақшымын бәлкім. Көбінесе творожный пирогтың өзін дайындаймыз. Бүгін алма қосылған түрін дайындаймыз. Ол үшін бізге керек сүзбе, қант, қаймақ, жұмыртқа, екеуі начинкаға кетеді, біреуі тестоға кетеді. 2 түйір алма, сосын жүгері крахмалы. Алдымен біз мына ұнға сармайымызды қосамыз. Сармайды көрсетемін, ұмытып кеттім. Қыздар, мына сармай жұмсақ. Бұған қант пен сармайды салып, крошка болғанша жұмсақ қамыр илейміз. Құмшекермен қант пен сармайды ұнға араластырып аламыз. Мына крошка болғанша бүйтіп араластырып аламыз, қамырды. Сонан кейін бір жұмыртқамызды қосамыз. Енді жұмсақ қамыр илейміз. Қыздар, мына мынандай жұмсақ қамыр илейміз. Енді бұны комнатный температурада қойып қоямыз. Жоқ, комнатный емес, холодильникке қоямыз, тоңазытқышқа. Бұл холодильникте тұрғанша біз начинкасын дайындаймыз. Қыздар, енді қамырымыз дайын болғанша біз начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сүзбеге қантты қосамыз. Жүгері крахмалын қосамыз. Екі жұмыртқа қосамыз. Мен бір жұмыртқа қостым, өйткені мен рецептің жартысынан алып жатырмын. Қаймақ қосамыз. Осыны қазір блендердің көмегімен араластырып аламыз. Қыздар, жаңағы пирогымыздың қамырын енді шығарамыз. Кішкене ұн сүйреміз. Енді өсін жаямыз. Менде бүгін 22 диаметр форманы. Сіздер егер үлкен пирог қаласаңыздар, размерін 2 есе көбейтесіздер. Қосатын заттардың размері егер сіздер үлкен болса, граммдарды 2 есе көбейтесіздер. Сонда 28-30 неге дейін істеуге болады, диаметрге дейін. Мына жайып алдық. Примерно менің келетін сияқты размері. Енді бисмиллах деп орап алайық. Он сеуіп тұру керек. Қыздар, мына жайып алдым. Енді бұның астына алмамызды саламыз. Қыздар, енді мына алмамызды салып алдық. Енді мына араластырған сүзбемізді саламыз. Құямыз. Сосын қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Қыздар, мына творожный пирогымыз пісті. Мына формаға саларда жан жағын майлаңыздар, жарай ма?